الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Расында барлық мақтау әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға тән. Алла Тағаланы мақтаймыз, одан жәрдем сұраймыз, оған тәубамен ораламыз. Алла Тағаланың игілігін, сәлемін, берекесін ардақты да асыл сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға нәсіп болуын сұраймыз. Құрметті бауырлар, құрметті туыстар, Алла Тағала баршаларымыздың жасап жатқан құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етіп, күнә қателеріміздің кешірілуін Алла Тағала нәсіп етсін. Алла Тағалаға шын көңілден, жан дүниемізбен, шынайы ықыласымызбен тәубамен ораламыз. Пенделікпен қандай да бір күнә қателер жасап жатқан болсақ, сол күнәларымыздан тезірек Аллаға қарай бойсынуға оралып, тақуа болып, ықыласты болып өмір сүруді баршаларымызға нәсіп етсін. Ақиқатында басымызға қандай да бір қиыншылық келіп жатса, немесе өміріміз қиындап, істеріміз жүріспей жатса, істеріміз ауыр болып жүріп жатса, ол тек өзіміздің қол екі жасаған күнәларымыздың кесірінен болады. Алла Тағала еш уақытта ешбір пендесіне жамандықты қаламайды. Ал егер қандай да бір пенденің ісі жүрісіп, мұсылманның жақсы бір ретке келіп, өмірі тураланып, істерінің бәрі бір ретке келіп, өмірі ретке келіп, барлығы ойдағыдай кетіп баратқан болса, ол да Алла Тағаланың зор кеңшілігімен, Алла Тағаланың мол шарапатымен оның өмірін, ісін бір ретке келтіріп, туралап қойғаннан болып есептеледі. Және ол пенденің де өзінің осы Аллаға деген ықыласы және тақуалығына байланысты Алла Тағала сол жақсылықты нәсіп етеді. Өйткені қасиетті Құранда деген. Кім Алладан қорықса, Алладан абайласа, Аллаға қарсы келуден, Аллаға күнәһар болып қалудан қорқып абайлайтын болса, оның ісін жеңілдетеміз деген. Сондықтан өмірде қандай да бір қиыншылық басымызға келіп жатса, ол біздің тақуалықтан алыстап кеткенімізден. Ал егер қандай да бір жақсылыққа, жеңілдікке қолымыз жетіп, жақсы болып жалғасып жатсақ, бұл Алланың жақсылығынан және біз өзіміздің кішкене Аллаға қарай тақуалықпен жақындап жатқанымыздың белгісі екен, иншалла. Енді бұл айтқан нәрсемнен нені меңзедім, не нәрсені мақсат еттім дегенде, иншалла тақуалықпен өмір сүрейік бәріміз. Барынша Аллаға қарсы келмей, күнәларымыздан кешірім сұрап, үнемі зікір етіп Алла Тағаланы дәріптеп, солай тақуалықпен өмір сүрейік, иншалла. Енді тақуалықтың ең үлкен шыңы ол не нәрсе дегенде, Аллаға бір нәрсені ортақ қосудан абайлау керек. Ең үлкен тақуалық сол. Аллаға бір нәрсені теңеп қоюдан, Алла Тағалаға бір нәрсені жаңағындай қатар қоюдан, Алла Тағалаға бір нәрсені серік қосудан, осыдан қатты абайлау керекпіз. Міне, ең үлкен тақуалық осы, құрметті бауырлар, құрметті жақсылар. Міне, біз мән беретін нәрсе осы. Тақуалықтың ең үлкен өзегі осы. Құранның да шақыратын үлкен құндылығы, пайғамбардың өмірінде ей мұсылман үмбетім деп кеткен нәрсесі де осы еді. Аллаға бір ортақ қосып қоймас екен, Аллаға бір нәрсені теңеу жасап қоймас екен деген содан сақтандырып кеткен. Енді осы Алла Тағалаға біз теңеу жасамауымыз керек. Құранда Алла Тағала соны шақырады, сол нәрсеге. Мұсылман пенделерін, күл адамзаттың барлығын осы ақиқатқа шақырады. Өйткені Алла Тағаланың теңдесі жоқ, Алла Тағаланың ортағы жоқ, Алла Тағалаға тең келетін еш нәрсе жоқ. Міне оған қазір Құранда Алла Тағаланың аятынан дәлел келтіреміз, бір екі аятты. Бисмиллахир-рахманир-рахим қасиетті Бақара сүресінде алғашқы беттерінде былай басталады. Көп оқып жүрген болсаңыз, естіп жүрген болсаңыз білесіз. Ол аят былай басталады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Адамзат дейді, Алла Тағала солай шақыру тастайды. Сендер өздеріңді жоқтан бар қылып жаратқан, және өздеріңнің аталарыңды жоқтан бар қылып жаратқан Раббыларың Аллаға ғибадат қылыңдар дейді. Ләалләкум таттақун. Осы мүмкін Аллаға құлшылық ғибадат қылумен мүмкін тақуалы пенделерге айналарсыңдар дейді. Құлшылық ғибадаттың негізгі мақсаты тақуалыққа жету. Осы дүниеде тақуалық дегенімізде ол Алладан абайлау, және Алла Тағалаға бір нәрсені теңеп қоюдан,
алла тағалаға бір теңдеу, бір нәрсені теңестіруден абайлау ең үлкен тақуалық. Міне сосын әрмен қарай алла тағала өзін таныстырады, енді танытады. алла тағаланың теңдесі жоқ, қандай теңдессіз жаратушы ие, оның серігі жоқ, ортағы жоқ, жалғыз екенін, сондай ұлы құдірет күштің иесі, жалғыз жаратқан алла өзін таныстырады біздерге. алла тағаланы біз қалай танимыз? Бірінші кезекте біліммен танимыз. Білім деген не? Білім деген ол Құран. Білім деген ол Құранның аяты. Білім дегеніміз не? Білім дегеніміз жаратылысты тану. Оны қалай танимыз жаратылысты? Жаратылысты жаратқан Раббыны атымен, яғни осы жаратылысты жоқтан бар қылып жаратқан иесі кім? Алла. Сол Раббының, сол Алланың атымен оқып, осы жаратылыстың білімін оқып, сол арқылы танимыз. Міне, енді осы жаратылысты әрмен қарай алла тағала өзі жаратқанын, осы болмысты, мынау аспан әлемін, көкті, жерді, осының күллісін барлығын, осы аспан мен жердің арасындағы күллі қандай жыбырлап жүрген жаңағы жанды нәрсе бар, көзге көрінетін, көрінбейтін күллісін алла тағала өз жаратқанын баяндап, міне әрмен қарай өзін таныстырады. Жаңағы аяттың жалғасы. Әлләзи жа'ала лакумул арда фираша. Ол сондай алла сендерге жерді төсеніш қылып, теп-тегіс қылып, кейбір енді көп деген жерін, жердің көп деген жеріне төсеніш, адамға тегіс, ыңғайлы жол жүрсе де, үй салса да, соны сендерге төсеніш қылып төседім дейді жерді. Әлләзи жа'ала лакумул арда фираша вас-самаа бинаа. Көктерді сендердің төбелеріңе бина қылдым дейді. Үлкен ғимарат, жаңағындай күмбез қылдым дейді. Көк аспан төбемізде күмбез. Әлләзи жа'ала лакумул арда фираша вас-самаа бинаа ванзала минас-самааи маан. Сөйтіп көктен ойлаңызшы, аспаннан су түсу деген, адам ақылына салсаңыз, не деген үлкен құдірет, не деген үлкен ғажайып нәрсе. Мысалға, суды адам не істейді? Ішетін соңында ағып атқан өзеннен бұрып, немесе содан жаңағындай қазып алып, мысалға, жердің астынан қазып алып ішесің, немесе өзеннен құйып алып ішесің, құдық қылып қазып алып ішесің, қиналып. Дұрыс па? Көпшілік жағдайда сондай ғой. Бірақ ойлаңызшы, көктен төбеңе жаңбыр жауып жатыр, бір кішкене сәтке сәл кідіріп ойлайтын болса, ақыл иесі, бұның жайдан жай, тектен тек, өзінен өзі бұлай жауып, өзінен өзі көктен судың түсуі, бұл таңғажайып нәрсе. Бұл негізі көктен су түсу деген не деген нәрсе? Мысалға, бір адам төбеге шығып алып, мысалға, төбеңізден шелектеп су құйып тұрса, енді оның су таусылып қалуы мүмкін. Бір 10 шелек құйғаннан кейін су таусылып қалады мысалға. Егер сол адам көп су құйып тұрса, мысалға, бір күн құйып тұрса, адам не істеуі мүмкін? Таңғалуы мүмкін да, не деген судың таусылмайды деп. Мысалға, жоғары қарай шығып алып. Бірақ алла тағаланың аспаннан, көгінен, бұлтынан бір күн бойы ақ жауын жауады, таусылмай, тоқтамай. 2 күн бойы жауы мүмкін. Бір апта жауады, ал бисмилла. Ал Алланың құдіретін. Соны айтады. Анзалак минас-самааи маан. Көктен жаңбыр жауып, сөйтіп фахража бихи минас-самарати ризқан лакум. Сол жаңбыр жауынның суымен жерден неше түрлі өсімдіктер, адамдарға керекті болған жеміс жидек, бидайың, жүгерің, жаңағы бананың, алмаң, өрігің, шабдылың, қандай жеміс бар, күллі нәрсенің барлығын жерден өсіріп беріп жатырмын дейді. Ризқан лакум, сендерге ризқы болсын деп. Сендерге жесін, ішсін, осылар пайдалансын деп. Сосын алла тағала енді осының есесіне, осы нығметтің қайырымына, осы нығметтің рахметіне сендер Аллаға теңдеу жасамаңдар дейді. Вантум та'ламун. Сендер білесіңдер ғой дейді, Алланың теңдесі жоқ екенін. Құранда сондай аят бар. Қараңыз. Аллаға еш нәрсені тең деген нәрсені білесіздер ғой, теңдеу деген нәрсені. Математикада оқыдыңыз ғой. Мысалға, 2-ге қосу 2 тең болады 4 мысалға. Сөз жерде теңдеу деген нәрсе бар, тең. Ортасында тең. Мына 4, мына жаққа тең.
Екі қосылған екіге тең деген сөз да. Сол тең деген нәрсе жоқ екен Алла тағалаға. Теңдеу деген нәрсе жоқ. Аллаға еш нәрсе тең болмайды екен өзі. Білдіңіз ба? Тең келетін еш нәрсе жоқ екен. Қарапайым есептің логикасымен түсіндіріп жатырмын да. Мысалға, Алла сақтасын, Аллаға тең келетін еш нәрсе жоқ. Көрдіңіз ба? Ықылас сүресінде Алла тағала айтады: "Құл хуаллаху ахад". Ей Мұхаммед пайғамбарым, адамзатқа жеткіз, адамдарға баянда, түсіндір. Аллаху ахад. Ол Алла жалғыз дейді. Ол Алла жалғыз. Аллаху самад. Ол еш нәрсеге мұқтаж емес, мұңсыз, мұқтажсыз, еш нәрсеге мұқтаж емес дейді. Ләм ялид ва ләм юлад. Ол тумаған да туылмаған. Ва ләм якун лаху куфуан ахад. Және оған еш нәрсе тең емес дейді. Оның теңдеуі жоқ дейді. Оның теңдесі жоқ, оның серігі жоқ, оның ұқсасы жоқ. Біз уайымдаған нәрседен Алла тағала ұлы. Біз қорқып тұрған нәрседен Алла тағала ұлы. Алла тағала үлкен. Көрдіңіз ба? Сен қорыққан нәрсені Алла тағалаға теңестірме. Сен уайымдаған дүниенің проблемасын Алла тағалаға теңестірме. Аллаға ол тең емес. Алла күлліден жоғары. Аллаху акбар деп біз сол үшін намаз оқимыз. Көрдіңіз ба? Алла бәрінен үлкен. Сіз қорыққан дұшпаннан Алла ұлы. Аллаға олар тең емес. Сол сияқты. Осы ақиқаттардың бәрін білу керекпіз. Ал және бір аяттарда меккелік мүшриктердің, меккелік құрайыштардың жаңағы қолынан жасап алған, тастан жасап алған, немесе ағаштан жасап алған жалған құдайларын мысалға келтіріп, Алла тағала міне сендерге көк аспанды жаратты, осындай көк аспаннан сендерге жаңбырлар түсіріп, ол жаңбырлармен сендерге бау бақшалар өсіріп, сендерге ризық болсын деп осылай жасап жатыр. Алла, сендер болса бір ағашты өндіре алмайсыңдар өздеріңнің күштеріңмен дейді. Бір ағаш. Алла. Ей меккелік мүшриктер, меккелік құрайыштар, сонда Алламен бірге және басқа құдай бар ма? Әрине жоқ. Бәлхум қауму яъдилун. Бәлкім олар Аллаға теңеу жасайтын қауымдар, Аллаға серік қосатын қауымдар дейді. Ондайлардан абай болыңдар деген сияқты. Мысалға, әділдік деген сөзді осы жерде келіп тұр да, мысалға. Тікелей сөзбен аудара салсаң, олар әділ қауым деп аударылуы мүмкін да, бірақ олар ондай әділдік жасап жатқан жоқ. Тәфсірінде бұның мағынасында бәлхум қауму яъдилун дегенде, яғни Алламен бірге теңдесетін бір нәрсені қойып жатыр да. Мына жаққа Алланы қойса, мына жаққа Аллаға тең болатын қолдарынан жасап алған жалған құдайларын қойып жатыр. Бұл тең деген сияқты. Алла тағала айтады: мен тең емеспін дейді. Ондай серік қосулардан пәкпін дейді, жоғарымын дейді. Алла мәликул хақ дейді. Хақ патша Алла күллі нәрседен жоғары дейді. Құранда сондай аятты келтіреді. Құрметті жақсылар, иншалла, шынайы тақуалық осы, құрметті жақсылар. Барынша Алла тағаланы жекелеп, Алла тағаланы даралап, Алла тағаланы пәктеп, ла илаха иллалла деген зікірді мысалға біз көп айту керекпіз. Мысалға пайғамбарымыздың хадисінде келген, егер ла илаха иллалла деген сөзді таразының бір басына қойса, екінші басына 7 қабат көкпен мынау жерді бір екінші басына қоятын болса, мына ла илаха иллалла деген сөзді мынау салмақ баса алмайды екен. Не көрдіңіз ба? Мынандай нәрсеменен түсіндіріп тұр пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Сондықтан құрметті жақсылар, ла илаха иллалла деген сөз, қараңыз, бұл әрбір айтқан сайын сіздің иманыңыз жаңарады. Иманның жаңару деген сөз, иманыңыз күшейеді, сіздің іліміңіз артады. Алланы одан сайын тани түсесіз. Ла илаха иллалла деген. Біздің аталарымыз айтып кеткен ғой, ла илаха иллалла дейді мысалға. Ла илаха иллалла, иллаллада пайда бар, білмеген жанға не айла бар, барар жерің қараңғы, шам шырағын сайлап ал дейді. Шам шырағын деген сол ғой жаңағы, ла илаха иллалла. Сол ла илаха иллаллада пайда бар дейді. Яғни көп айтсаң пайда бар деген сөз ғой. Субханакаллахумма ашһаду ан ла